Assalamu алейкум. Менің атым Абдурашидов Алаяр. Мен 55-ші мектептің 9-ші А класында оқимын. Мен Рахамны Авлатта график дизайн курсында бір айдан бері қатынап келатырмын. Менің мұғалім Тұрсынмамбетов Айбек. Мен осы шылпықтауыр деген проектімді көріп шықсаңыз болады. Туристический компания үшін мен логотип істедім. Бұл мен Adobe Illustrator'дан істеп, бұл Қарапастанның национальный нақысы болып, ішінде мен Қарапастанның шылпығы менен табиғатта қосып, һәм шылпықтың үстінде шаңырақты қойдым. Қарапастанның қара үйдің үстінде тұратын зат. Сөйтіп деталь. Сөйтіп мынау шылпықтауыр деген логотиптің аты. Мен презентациясын Photoshop'тан істеп, бұл бірінші бет болып, бұны Абдурашидов Алаяр менен Айбек Тұрсынмамбетов істеді. Һәм бұл деталымыз визиткасы. Оң астында мен қандай светлермен істегенім, мына бір логотипті, осы логотипті, мәселен қызыл светпенен, һәм оранжевый, жасыл, ақ, һәм қара светпенен істедім. Бұл есе қайтып тұруы иконкасы. Бұл шылпықтауыр өзі айты общий логотипі. Бұл есе жазусыз логотип. Бұл кірісі болып, мына екінші беттің кірісі болып, логотип қайсы светті фонында қайт тұратын болып есепланып, мәселен қара светті қара логотип болып тұрса, бұл келіспей қалады. Соның үшін мен қара логотип, қара фон болып, үсті есе логотиптің өзі үстіне ақ қылып қойсаң зор болып көрінеді. Бұл визитка карта. Визитка картада қайт тұруы, соның деталлары. Бұл Instagram постер. Қайтып тұруы, мынау логотипі Қарапастан шылпықтауырдың. Бұл телефонда қайтып тұруы, мәселен обой дегенге соның заты көрінісі. Бұл есе виджикте қайтып тұруы, мынау логотип өзі зор болып көрініп тұрады виджикте. Бұл баннерде һәм сумкада қайт тұру көрінісі болып, астында есе рекламный баннерлерді қайт тұруы.